Не дейсіз? Не дейсіз, айтсаңызшы? Жүре берсек рұқсат. Мен рұқсат бере алмаймын, мен құзырлы орган емеспін ғой. Ашайын жүрген бір блогер ғой. Машина айып тұраққа қойылады дейді. Иә, машина айып тұраққа қойылады. Ішінде анау переоборудованный. Переоборудованный жазылған? Жазылмаған екен сол. Шықпады ғой. Құзырлы орган тексеріп көрді. Сіздер негізі алдай береді деп. Мен айдадым, мен айдамадым деп. Айтып түсіндірді. Макса түсіндім деді. Сұрант етілсін. Ол әлі жаңа приказ деген тұр ғой ішінде. Жоқ, сол приказға қатысты мына нәрселер қойылды деп тұр. Разговор жоқ. Бірақ сол мебель. Иә, мебель жоқ та? Мебелмен екі не стол. Мебельге сертификация керек емес шығар енді. Қой. Сиденье алынған. Қой, біздерде онда ертең мен машинамды апарып ішіне бассейн құрдырып алайын. Иә, сиденье алып тастадыңыз ғой. Сол жапты ішіне кіреді. Сіздер оны бергеннен сіздер мектепке бересіздер ма? Жоқ, мүлк кеткен кезде тексеру керек қой. Сұрау керек еді да. Иә, ПДД-ны білмейді да, значит. ПДД-ны білетін адам, тоқта, мынау. Айдамайтын адам. Иә, негізі маған қойылып жатыр ғой сұрақ. Сіз просто сұрадыңыз ғой, кете берейік па деп. Мен ешкім ұстап тұрған жоқ. Мен құзыретіме де кірмейді. Құзырлы органда емеспін. Кете бересіз, такси шақырып берейін ба? Күлкілі нәрсені айтасың да, иә. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Просьба сізге, ағамыз қайтыс болған, қазір алып кетейін десек, отысындамын, Нұрсаттағы. Түнде ағам қайтыс болған, Нұрсатқа алып келдік. Түнде бермей қойды. Енді қазір шығарайын десек, 35 мың теңге бер деп тұр. Бұл енді неге жанасады, қандай неге жанасады? Адамның өзім саудылап, түнімен бермеген қанымыз ішкен. Енді кеп тұра болып, үйтем, 35 мың бер дейді. Оған шығара қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма, қалай болады? Сауда болып кетті ол барлық жерде. Қаланың әкіміне шығам, мен ертең баратын жердің бәріне барам, түбіне жетем қоймаймын. Мына қызметкерлері келіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Просьба сізге, ағамыз қайтыс болған, қазір алып кетейін десек, 35 мың теңге ақша сұрап тұр. Айтсаңызшы бір ауыз. Отырарға ма? Иә. Сұрап тұрғаны бола, жібермей тұр ғой, жаңа машинеңді әкел депті, енді 35 мың бер дейді. Ана бала тұр ғой іштегі. Міне келді, бастығыма сондай ау деймін. Үстіре шөпкөт шар адам сияқты ғой. Сон шара қолданыңыздаршы, өтініш сіздерге. Бұл жердің бәрі не болып кеткен, коммерциያን адамның өлімін. Қазір сағат 4-те жаназа, қанша халық күтіп отыр шәуілдерден. Бұлар 35 мың теңге бер деп. Тұр ана жерде бермейді, 35 мың бер деп.